Бізбен азанда шай ішкен еді, әлі тұрмыз ғой тегі жуылмай. Кеш болды ғой уже. Мен не қылып тұрмын, босасам тастасаңдаршы мені. Короче, азанда шай ішіп болған соң обедке ұйықтап қаптым да ыдыстарды жууды ұмытып кеттім. Мына жақта ыдыстар бір-бірімен төбелесіп жатыр ғой. Кешкі тамақ істеу керек енді деп газ жаққа барсам, мына қазан да жуылмаған ғой. Соны айтам, кеш болды уже, кешкі тамақ істеу керек. Мені жуып қойса болады ғой хотя бы. Қазан ішіндегі сорпасын кесеге қойып, бірінші мына қазан жуып алдым. Сонша толтырып не көрінді, мусорға төксең болмай ма осыны? Көрінбей тұрсын деп бір шетке қойып қойдым ғой, одан да жуып қойсаң қайтеді бізді. Қазір тұра тұрыңдаршы, мына етті жібітіп алайын, кешкі тамақ істемесем қазір мені жеп қояды үйдегілер дедім да. Бүйттім мына етті ақыры еріттім ғой, сөйтіп қазанға майды құйып етті қурайын деп жатсам. Ерітті әйтеуір үйтіп бүйтіп, сол үшін морозилктен ерте шығарып қойса болады ғой, тамақ істейтінін біледі өзі. Сендерге айтып түсіндіре алмайтын шығармын. Бүгін воскресенье ғой, бір ұйықтайын десек қоймадыңдар ғой тегі жан-жақтан. Ал сендерге осы керек па деп шыңғыртып тұрып қызып тұрған майға қуырып алдым да холодильниктен сәбізді шығардым. Сен екеуің ауру емесіңдер ма? Бастарыңыз шаш-шығып кетті ғой. Братишка, ол аурудың белгісі емес, біз өсіп жігіт болдық. Қазір мынау біздің шашымызды алып тастайды, өзі зорға өсірген кезде. Язда қалсын ба сөйлемей. Шашты не қылады бұлар? Тісіңді көрсетпей көрші, қазаналар тағы да комментарий жазады ғой. Бұларға ұрсуды берсең болды ғой, бірінші орын алады дедім да тез пияз бен сәбізді ашып тастадым. Сосын етім де уже қызарып пісіп қапты. Сосын пиязды салдым да тез қуырып алдым, оның артынан сәбіз салдым. Тегін беріп жатқандай көп қып қосамыз ғой тегі осы сәбізді. Сәл бұқтырып қойдым да сосын артынша тұзды салдым. Сосын мына жақта бір заманнан қалып кеткен бір приправа бар екен, соны қосайын дедім. Көренді қосып білмем қандай болатынын. Ал тәуекел деп қосып көрдік та сөйтіп жаңағы шырылдап тұрған ыдыстарды беркеңдерші деп барлығын тез жуып алдым да жайғастырып қойдым. Қой енді тамағымды жалғастырайын. Мына жақтан күрішті алып шықтым да 2 бокал күрішті салып судың астында жақсылап тұрып бұларды тап-таза қылып жуып алдым да жаңағы қуырып дайындап қойған қазаныма салдым күрішті. Бүйтіп бітірді әйтеуір, көреміз енді піскен кезде. Менің палауым зор болып шығады ғой, қараңдар сендер сенбесеңдер. Мына қатынның қолынан палау істе келеді екен, күшті шықты мына палауы.